Жұмысқа алғаш орналасу, жастардың құқықтары мен міндеттері Қазақстандағы заң нормалары. Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Көп жастар алғашқы жұмысын немесе стажировкасы бастар алдында өз құқықтары мен заңды мүмкіндіктерін білмейді. Бүгін біз жастар қалай заңды түрде жұмыс істей алады? Стажировка кезінде қандай келісім шарттар жасалу керек? Жұмыс беруші қандай талаптарды бұзбауы тиіс? Осының бәрін қарастырамыз, бастайық. Жастарды жұмысқа қабылдау қандай жас шектеулері бар? Еңбек кодексіне сәйкес 16 жастан бастап еңбек шарты бойынша жұмыс істеуге болады. 15 жастан бастап ата-ананың келісімімен және оқуды тоқтатпай жеңіл жұмысқа орналасуға рұқсат беріледі. 14 жастан бастап мәдениет, спорт немесе өнер саласындағы жеңіл жұмыстарға қатысуға болады. Бірақ мұндай жұмыс оқуға кедергі келтірмеу тиіс және денсаулыққа зиянсыз болу керек. Жастармен еңбек шарты қалай жасалады? Міндетті түрде жазбаша еңбек шарты жасалу тиіс. Онда көрсетілуі керек жұмыс уақыты, толық немесе жартылай, жалақы мөлшері, демалыс пен қосымша шарттар, еңбек қауіпсіздігі, міндеттері мен құқықтары. Жастарға сынақ мерзімі қойылмауы мүмкін, бұл да заңмен реттеледі. Стажировка ол да заңды еңбек қатынасы. Егер сіз университеттен практика өтіп жатсаңыз, волонтер немесе стажер болсаңыз, бұл жағдайда да шарт немесе келісім болу керек. Көп компания бұл әшейін ғана стажировка деп еңбек шартын жасамай жауапкершіліктен қашуға тырысады. Бұған жол беруге болмайды. Жастардың еңбек құқықтары қандай? Қауіпсіз еңбек жағдайы, медициналық тексеруден өту жас ерекшелігіне байланысты, жыл сайынғы демалыс немесе практикадан бос уақыт. Жұмыс берушінің тарапынан қысым, қорқыту, дискриминация болмау тиіс. Егер осы талаптар бұзылса, арыз жазуға толық құқығыңыз бар. Жұмыс беруші не істеуге міндетті? Медициналық сақтандыру. Жастармен жұмыс кезінде арнайы еңбек тәртібін сақтау. Міндетті түрде еңбек кітапшасына тіркеу немесе егов базасына енгізу. Ал құқық бұзылса, қайда шағымдануға болады? Ең алдымен университет практика бөліміне, кәсіпорынның HR бөліміне, құқық қорғау органдарына егер қысым қорқыту болса. Алғашқы жұмыс бұл тәжірибе ғана емес, заңды жауапкершілік. Бұл видео пайда болса, лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз және пікір жазыңыз. Алғашқы жұмысыңызда қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Келесі шығарылымда жұмыс беруші жалақыны кешіктірсе, не істеу керек? Рахмет, сау болыңыздар. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды.